Төртінші сабақ ң, ж дыбыштары. Четвертый урок буква ң и ж. Сөздерді оқуға. Прочитайте слова. Таң, тан. Чоң, қон. Чоңой, қонық. Таңыл, таныш. Қоңушу, қонуш. Жай, жаз. Жö, жұма. Жомоқ, жаңғақ. Жигіт, жаздық. Жайлоо, жаны бар. Ырды оқуға. Прочитайте стих. Жаңырып жер, жасанып төр. Киініп жашыл барқыттан. Ал деп елге, чачып желге. Жаздың жытын аңқытқан. Пятый урок. Буква ң и ж. Бешінші сабақ ң, ж дыбыштары. Қайталау сабағы. Повторение. Первое задание. Ырды оқуға. Прочитайте стихотворение. Таң азандан турамын. Таза абаға чығамын. Чыңалдырып денемді. Мұздақ суға жуынамын. Давайте еще раз прочитаем. Таң азандан турамын. Таза абаға чығамын. Чыңалдырып денемді. Мұздақ суға жуынамын. Второе задание. Бат айтманы жаттағыла. Выучите скороговорки. Сколько? Қанша? Палец. Манжа. Большой. Чоң. Правый. Оң. Лает. Үрет. Ходит. Жүрет. Ребята, это не просто скороговорки, это переводы слов. Сколько будет? Қанша. Палец будет манжа. Большой. Чоң. Правый. Оң. Лает. Үрет. Ходит. Жүрет.